Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli cemaat, Allah Teala barşamızdan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar kimdir şekilde bolu gerek degen vaqtda Müslümanlar bir dini şekilde bolu gerek dedi. Dininin bir bölüge, bir müşesi ağırıp kalatın bolsa, kalgandarda sol, tis nemese bas ağırganın üçün mazasızdanat dedi. Bugün bizden meşke jinalımızın negizgi maksatı, meştimizdeki jalpı istelinu kerek bolgan, közge körünüp turgan, minus bolup turgan meselelerdi birgip, kolmen jumus istep sol yerde taza ıstap edi. Allah Teala sizlerden jana bizlerden осы жұмыстар істегенімізден разы болсын. Және де осының сауабын қиямет күнінде алуымызды Аллах Тағала бізге нәсіп етсін иншалла. Бүгінгі тақырыбымыз негізінде рия, яғни істелінген амалды біреуді үшін істеу. Және де бұл рияның, яғни біреу үшін істелінген амалдың күнәсінің деңгейі, бұны істесек Аллах Тағаланың разылығы деген ұғымнан шығып қаламыз ба, немесе Аллах Тағала бізден разы болады ма? Осы мәселелерде сөз қозғауға және осы мәселені кішігірім күшіміз еткенше талқылауға тырысамыз. Рия дегеніміз не? Сөздік мағынасын білетін болсақ, рия деген сөзде, ісімізде және де қимылдарымызда күнделікті. Өзіміз Аллах Тағаланың разылығы үшін емес, жұрт мені мақтасын, пәленші мені мақтасын, пәленші мені көрсін деп істеу. Осы нәрсені істесек не болады? Рия істеуші болады, немесе мұраи болады. Яғни тұрақты түрде біреу үшін тірлік істеу. Рияның негізгі мақсаты не? Дүниелік бір пайданы ойлау. Болатын жағдайларды білесіздер, қалай болады? Біреуден бір ақша сұрайтын болсақ, біреумен арамыз жақсы болатын болса, оған ұнайтын бір сөз сөйлейміз. Немесе оған ұнайтын бір тірлік істеп қоямыз. Бұған рия деп айтылады. Неге? Рияны қалай білеміз дегенде, Аллах Тағала бұл істеген жұмысымыздан разы болады ма, болмайды ма? Біреу көрсін деп істедік па? Аллах Тағала бұйырған үшін істедік па? Осы мәселеде бола деген. Тирмизиде өткен хадис шәрифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам расында мен сендер үшін ең көп қорқатын амалым бұл кіші ширк дейді. Яғни рия дейді. Қараңыздар. Біреу үшін тірлік істеу ширкке саналады деген. Қалай? Біз Аллах Тағалаға ғана ғибадат етеміз. Дұрыс па? Мақсатымыз не? Аллах Тағала бізден риза болсын. Бізді міне машалла керемет құлым десін деген бір бізде мақсат болу керек. Енді біз осы мақсатты Аллах Тағала үшін емес, басқа біреу үшін істесек не болады деген тәте? Кіші ширк болады деген. Ширкке баратын бір жол. Енді мүшриктер бар. Мүшриктер кімдер еді? Пұтқа табынатындар. Олар Құдайға сенетін бе еді? Сенетін еді. Бірақ ширк қосатын еді. Яғни Аллах Тағала естуге мұқтаж. Оларды есту үшін бір пұт керек дейтін еді. Пұтқа айтатын еді, пұт Аллах Тағала айтатын еді. Яғни бірінші пұт жақсы көрсін деп тірлік істейтін еді. Бұл ширктің үлкені. Ал біреуге жақсы көріну үшін, дүниелік бір мақсат үшін біз бір амал істейтін болсақ, бұл да кіші ширктің біреуі болады деген. Қараңыз. Яғни біреуге жақсы көрінем деп иманымыздан айырылып қалуымыз мүмкін екен. Бақара сүресінің 264 аятында Аллах Тағала: "Ей иман еткендер, садақаларыңды адамдардың біреу үшін істеп, Құдайға сенбегендердің ақшасының босқа кеткендей, ақшаларыңды бос жерге жұмсамаңдар" дейді. Бұл үлкен бір тастың үстінде тұрған топырақ секілді дейді. Ол топыраққа қатты бір жаңбыр жауса, топырақ еріп, азғантай бір тас қалады. Сол сияқты біреу көрсін де бір адам зекетін, мен 1 миллион теңге зекетімді мешітке бердім де бір жерде айтатын болса, мысалы, оның амалы жоқ сияқты. 1 миллион теңге ешкімге бермеген сияқты болып қалады. Тас болып қалады, істелінбеген. Немесе, мен 7 жетімді оқытып жатырмын деді. Ол 7 жетімді оқытып жатқан адамның сауабын алмайды. Бұл неге? Бұл Рамазан 7 жетімді оқытып жатыр екен деп айтсын деп бұл жерде мақтанып отыр. Мақсаты Аллах Тағаланың разылығы емес. Немесе, мен әр айда себеттің ақшасын төлеймін деді жұрттың көзінше. Бір жердің мұқтаждығын себеттің ақшасын төлеймін деді. Бұл адамдар сөйлесін деп айтылды деп есептелініп кетеді. Ол адам 10 жылдан бері істеп жатқан болса, 10 жылдан бері сауап алмай жатыр деген сөз болып қалады. Қараңыз. Бір топырақты жаңбырдың шайып кеткен секілді, ешқандай амал істемеген секілді болып қалады. Бұл
Бақара сүресіндегі 264 аяттың мағынасы мен тәпсірі болып есептелінеді. Енді ойлап қарайық. Әжептәуір өмір сүрдік. Көп амал істедік. Жақсы жаманы. Жақсы амалдардың ішінде біреу көрсін деп те амал істедік. Оларды біз өзіміздің жақсы амалдарымыз деп санамайды екенбіз. Олар бізге пайда емес, зиян көбірек беріп қояды екен. Неге? Ширкке апаратын бір жол болып есептелінеді екен. Кімде-кім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кімде-кім біреу естісін деп бір амал істейтін болса, Аллах тағала оның қадірін түсіріп қояды екен, құрметін түсіріп қояды. Бұл хадистің шархын, яғни ашықтауын түсіндірсек, біреу мені ғалым деп білсін деп ілім ізденетін болса, бір бай, мені бай екен деп көрсін деп зекет беретін болса, бір мұғалім, мені жұрт мықты сабақ берсін деп сабақ берейін дейтін болса, ол адам рияшы екен. Біреу көрсін, біреу білсін деп істейді екен. Алған ілімінің бірінші өзіне пайдасы жоқ екен. Жұртқа берілетін пайданы қоя беріңіз. Бірінші өзіне пайда жоқ екен. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қайтарған бір мәселесі. Келесі бір хадисімізде былай айтады. Біреу көрсету үшін ораза ұстаса, көрсету үшін намаз оқыса, біреу көрсін деп садақа беретін болса, Аллах тағалаға ширк қосқан болып есептелінеді. Неге? Ол садақасын Аллах тағаланың разылығы үшін бермеді. Ол намазын Аллах тағала үшін оқымады. Ол намазын кім үшін оқыды? Шәкіреша мешітінің жамағаты мені көрсін деп оқыды. Демек ки Шәкіреша мешітінің жамағатына ол табылған, сыйынған болып есептелінеді. Түсініп тұрсыздар ма? Мақсаттың қайда екенін. Аллах тағаланың разылығын шығардық, адамның разылығы қалып кетті. Біздің бір мүшриктен ерекшелігіміз не болып қалды? Соның үшін керемет бір сөз бар. Оң қолдың бергенін сол қол көрмесін дейді. Мына мешіттердегі қойылған жәшіктер, немесе бір жетімнің кәсбиін алып, сізді танымайтын, немесе оның танымайтын бір адамның атымен кәсбиіне салып жіберу. Міне бұл керемет бір жұмыс. Бірақ көрсетіп беру, бұл қай уақытта көрсету керек? Егер бір жерде 100 адам, 200 адам бар, ешкім жақсылық істемей жатыр. Сол уақытта сіз жақсылықты бастап берсеңіз, олар да соны істейтін болса, бұл рия болып саналмайды. Бірақ мені мақтасын деген ішімізде бір ниет болса, жұрт көрсін деп құптан намазына келіп жатқан болсақ, бұл ғибадатымыздың бізге не дүниеде, немесе ақыретте ешқандай пайдасы жоқ екен. Себебі мақсат Аллах тағаланың разылығы емес екен, қадірлі жамағат. Енді сіздерменен біздерде сұрақ туындайды. Аллах тағаланың разылығын қалай табамыз? Рия істемеуіміз керек, не істеуіміз керек? Оқала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, «Инналлах ярда лакум саласан». Аллах тағала мына 3 амалды істеген адамға разы болады екен. «Ва якраху лакум саласан». Және де осы 3 амалды істегенге жек көреді екен, наразы болады екен. Бұл қай амал? Бірінші, «Ан та'будуху ва ла тушрику бихи шай'ан». Тек қана Аллах тағалаға ғибадат етуіміз, және де оған ширк қоспамыз. Ширк қоспадан не түсінеміз? Рия деген мұсылман адамға сай емес екенін түсінеміз. Сыра шығарып тастаймыз. Тек қана Аллах тағалаға ғибадат етеміз. Біреуге жәрдем берсек, Алла тағала бұл ісімнен разы болады ма? Біреуден жәрдем сұрайтын болсақ, менің мына істеп жатқаным дінге сай ма? Аллах тағала разы болады ма? Бір бизнес бастап жатырмыз. Бұл бизнес істейтін болсам, діннен мені ұзақтатады ма, дінге жақындатады ма? Яғни тек қана Аллах тағала ғибадат ететін де амалдар істеуіміз керек. Келесі, «Уан та'тасиму бихаблиллахи жамиан». Туған туысқандармен, бауырлармен бірге болу, бөлінуден аулақ болу. «Уала туфарриқу». Бөлінбесек, халықпен, жамағатпен, коллективпен, туысқанмен, силай рахимда қарым-қатынаста болатын болсақ, бұл да үшінші Аллах тағаланың жақсы көрген амалы. Неге? Ислам діні жамағат діні. Кейбір діндер болады, әр қой өзінің аяғынан асылған секілді. Мен өзім білсем болды дейді. Біреуге айтуым шарт емес дейді. Бірақ исламда ондай жоқ. Біз намаз оқыдық, қызымызды, баламызды, әйелімізді, ағамызды ислам дініне шақырмадық қой. Қиямет күнінде жәннаттың есігі ашылды, кірейін деп жатсақ, жағамызға бірінші өзіміздің туысқандар жабысады. Сен оқыдың, маған айтпадың. Егер біз оған жауап берсек, саған 10 рет айттым ғой, одан да жауап келеді. 11-ші рет айтқанда кіретін едім. Дейді де бізді өзімен бірге баратын жер тозақ болса, тозақ қалып кетеді. Қараңыз. Бір болуды Аллах тағала соны үшін құптайды екен, мақылдайды екен. «Ва якраху лакум». Ал Аллах тағаланың наразы болатын амалы не екен? «Қала ва қила».
пәленші былай деді, түгенші былай деді. Яғни бұл жерде сөз тасу менен ғайбатты айтып отыр. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірдің жанынан өтіп баратқанда, бұл қабір азап көріп жатыр деді. Неге деді? Сөз тасыған үшін деді. Сөз тасу деді. Мынадан аламыз, басқа біреуге апарамыз. Ол барғанша не болады деді? Өзімізден қосамыз. Ол жақсы адам деген болса, ол жақсы адам емес деп айта саламыз. Енді сөз тасыдық, араға не қылдық? Фитна салдық. Фитна деген не? Ақиқаты білінбейтін, бірақ ортада бір жала бар деген сөз. Бұл фитна. Сөз тасу Аллах тағаланың наразы болатын бір амал екен. Бұл адамдардың көп болатын жерінде болады. Қалай? Кейбір кезде өзіміз отырсақ, тәжік жамағатпен отырсақ, қазақтар жаман болады. Қазақ жамағатпен отырсақ, тәжіктер жаман болады. Тәжік қазақ жамағатпен отырсақ, о жерге келмегендердің бәрі жаман болады. Қараңыздар. Бұл нәрсенің мұсылманның мінезінде болмау керек екен. Ол деді, бұлай деді. Жоқ, біз демейміз. Келген адаммен бірге жұмыс істейміз, келмегендер үшін дұға қыламыз. Не деп? Аллах тағала оларға да бізге де хидаят берсін. Оларға да бізбен бірге жұмыс жасауға Аллах тағала нәсіп етсін. Осындай дұға қыламыз. Артық әңгіме бізге керек жоқ. Келе алмаған адам, бәлкім әйел алып қалды. Бәлкім әке-шешесіне бірдеңе істеп жүр. Бәлкім жұмысында шынымен шыға алмай қалды. Көп мәселе бар. Бұған хүсні зан дейді. Мұсылман бауыр туралы жақсы ойлау. Жаман ойлау емес. Ол өмір сондай келмейді өзі. Ол өмір сондай алдап кетеді. Бұл біздің әңгімеміз. Біз шақырдық, келді ме, әлхамдулилля. Келмеді ме, ол туралы артық әңгіме айтылмайды. Тек дұға қылынады. Артық әңгіме болса не болады екен? Ол адамда болса ғайбат, ол адамда жоқ болса жала жауы болып кетеді екен. Қадірлі жамағат. Ва касратус суал. Және де көп сұрақ сұрау. Керекті керек емес көптен көп сұрақ сұрау Аллах тағаланың наразы болатын бір амалы. Қалай шыны? Мысалы, білмейтін бір нәрсемізді біреуден сұрасақ бұл емес. Әдейі сұрақтар болады. Неге? Не үшін? Біреумен өтіп кетті. Кім анау? Жанындағы кім? Екеуі қашаннан бері бірге жүреді. Бізге не керегі бар? Бізге қияметте бір пайдасы болады ма оның? Жоқ, зияны болады. Неге? Оны ғайбаттадық. Ол адам бізге рахмет айтады. Алла разы болсын, Рамазан саған. Менің күнәмді апсын. Сауабыңды берейін деп жатыр екенсің деп айтады. Неге біз оны ғайбаттап қойдық? Қараңыздар да, керек емес сұрақтардан ұзақ тұруымыз керек. Керек сұрақ деген не? Пәленші ауырып қапты, барып қайтамыз ба? Болды, барайық. Мен отбасымда мынандай нәрсе істедім. Бұл дінге сай ма, сай емес пе? Сай, немесе сай емес. Бұл керек сұрақ. Бірақ керек емес сұрақ біреудің өмірі. Біреудің әйелімен арасында қарым-қатынасы. Екі достың арасындағы сөз бізге керек емес. Демек, үлкен немесе көп сұрақтардан ұзақ тұрады дегенбіз. Вайдатил мал. Бұл дүние жайлы. Біз ақша табамыз. Аллах тағала баршамыздың рызқымызды белгілеп қойған. Бірақ бұл деген сөз мынандай емес. Мен таудым, қалағанымша жұмсаймын деген ислам дінінде жоқ. Астағфирулла. Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Аллах тағала ысырап етушілерді жақсы көрмейді. Ақшамыз бар. Астымызда 5 машинамыз бар. Демек, 4 машина бізге ысырап болып тұр. Ең жай мәселе. Бір адамбыз, бір порция тамақпен тоямыз. 3 порция тамақ, жанды 4 түрлі салат алдық. Оны жемей сол жерге тастап кеттік па? Ол мусорға лақтырды ма? Күнәсі кімге келеді? Официантқа ма? Сізбенен бізге келеді. Неге? Өзіміздің не жей алатынымызды білеміз, қанша жей алатынымызды білеміз, бірақ ысырап істедік. Неге? Дүниені мен таудым дедік. Біздің аузымызда мен деген сөз болды ма? Болды. Біз шайтаннан біздің ерекшелігіміз болмай қалады. Мұсылман адам мен демейді. Келген рызыққа әлхамдулилля дейді. Аллах тағала берді. Кеткен нәрсеге сабыр қылады. Әлхамдулилля. Бұл Аллах тағаладан бір сынақ дейді. Бұл осындай мәселе. Ысырап деген нәрсе бай болсын, кедей болсын, өзінің күнделікті істеп жатқан мәселесінен артық нәрсе істетті ме, бұл ысырап. Мысалы, ысырап қалай? 5 уақыт намазымызды оқыдық. Әр намаздан кейін зікір қылдық. Отбасымызға көңіл болдық. Одан кейін кішігірім телефоннан кино көрдік. Бұл ысырап емес. Неге? Біз негізгі міндетімізді атқарып қойдық. Көрген киномызда бізді діннен ұзақтатып отқан жоқ. Түсінікті ме? Бірақ тек кино көріп жатырмыз азаннан кешке дейін. Тек спортпен айналысамыз азаннан кешке дейін. Арада ғибадат жоқ. Арада отбасыға көңіл бөлу деген жоқ. Арада әке-шешені барып көріп қайту деген жоқ. Бұл ысырап бір уақыт. Дінге қатысы жоқ па, діннен ұзақтатты ма, бұл ысырап екен. Біздің білетін мәселеміз. Енді Аллах тағаланың разылығы дедік. Біреу көрсін деп тірлік істеу дедік.
Бұл дүние деген нәрсе не? Дүние деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадис шарифі бар. Қала Расулуллах: "Ла рахата фид дуния." Дүниеде бір тыныштық жоқ дейді. Дүниеде тыныштық жоқ. Бұл хадисті қалай түсінеміз? Қараңыз. Ла рахата. Рахата? Ла рахата жоқ дейді. Дүниеде рахат жоқ екен. Бұны пайғамбарымыз айтып қойған. Сіз бенен біз дүниеге қайтыс болу үшін келгенбіз. Бұл бір ақиқат. Қараңыздар, дүниеге қайтыс болу үшін келгенбіз. Бұл сөз өте маңызды. Біз дүниеде мәңгі қалып кететін сияқты әрекет етіп жүрміз. 40 жыл болды, 50 жыл болды. Күнде мынандай мәселе бар бәрімізде. Мынаны сәл дұрыстап алсам бәрі дұрыс болады дейміз. Сол дұрыс болса тағы бір нәрсе шығып тұрады. Осыны істеп алсам Құдай қаласа демаламын дейміз. Оны істеп болсақ басқа нәрсе шығып тұрады. Дүниеде рахат бар ма екен? Рахат жоқ екен. Енді бұл дүниедегі рахатты тағы бір хадис шарифте не дейді? Дүние қияметтің егін алаңы дейді. Қараңыздар, арамызда егінмен айналысқан көп адам бар. Бұлай түсінеміз бұл хадисті. Дүние ақыреттің егін алаңы. Агоратқа барған адам киіміне қарай ма? Қарамайды. Жұмыс істейді, еңбек істейді. Не үшін? Құдай қалса ексем, мен бұдан пайда табамын дейді. Үстіне киімге қарамайды. Шаршап қалса, отырып демалатын жері топырақ деп, сыпырып, кілем салып, істей істей ма? Жоқ. Жерге отыра салады. Үйінде жатып салатпен тамақ жейтіміз, ол жерде не қылады? Аз ғана макарон, нан болса нан жейді, қайтып тірлік істеп кете береді. Неге? Себебі біледі. Үйге барғанда ол рахатты көретінін. Дұрыс па? Ал агородта егін алаңы. Қанша жақсы еңбек қылса, сонша пайдасын алады. Ол дүниеде сондай. Бізге жұрт күледі қазір. Мешітке келіп намаз оқысақ, уағыз тыңдасақ, жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарсақ, арақ ішпе бұл күнә десек, бәрі күледі. Бірақ олар түсінбейді, біз қазір агородта жұмыс істеп жатқанымызды. Өзіміз үшін агородта. Біреуіміз қазір 5 уақыт намаз бітіп екіп қойдық. Неге? Қиямет күнінде бірінші намаз сұралады. Намазды оқыдың ба, оқымадың ба? Ектік па? Ектік. Высший сорттан ектік. Абдуши қылып, жақсылап ектік. Жанына не ектік? Парниктің ішіне оразамен қажылық оқып қойдық. Бай болсақ зекетті оқып қойдық ар жағына. Қараңыз. Біздің агородымыз Құдай қалса түгел. Ал бұл ақыретке дайындығы жоқ адамдар ше, не істейді тәде? Не істейді? Үйде жатса, Аллах тағала рызыққа кепіл десе, ешқандай агородпен жұмыспен айналыспаса, бірақ бай болуды армандаса, бұл адам бай бола алады ма? Мүмкін нәрсе ме дүниеде? Ақылға қонымды ма? Қонымды емес. Сол сияқты, менің жүрегім таза деп отырса біреу, ешқандай ғибадат жоқ. Бұл адам жәннатқа түсе алады ма? Бұл да ақылға қонымсыз мәселе. Соның үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ла рахата фид дуния деді. Бұдан мақсат, бұл дүние адам баласы үшін мәңгілік бір жер емес. Бәріміздің қайтатын жеріміз Аллах тағаланың құзыры болып қалады. Бұл қиямет. Неге? Бір адам қайтыс болған уақытта инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Біз одан келдік, және де оған қайтып барамыз дедік. Бұны айтып жатырмыз. Егер соны жүрегімізбен сенсек, біз осы нәрседен тоқтатқан болады екенбіз. Бұған мына мысалды берейік. Аллах тағала періштелеріне мен адамды жаратамын деді. Періштелер айтты: "Ей Раббымыз, жер жүзіне бүлік шығаратынды не үшін жаратасың?" деді. Кейбіреулер сауатсыздығынан, немесе аз оқыдығынан айтады, оқығаннан. Егер Адам алейхиссалам дейді, жәннатта жеміс жемегенде еді, біз қазір жәннатта өмір сүрген болатын едік дейді. Бірақ олар нені білмейді? Періштелер айтып тұр Аллах тағалаға: "Жер жүзіне не үшін жаратып жатырсың?" дейді. Егер Адам алейхиссалам ол жемісті жемегенде еді, тағы 100 жыл, 200 жыл, 1000 жыл жәннатта тұратын еді, бірақ түбінде бұл жер жүзіне түсетін еді. Жаратылу мақсаты осы. Енді жәннатта бір мәселе болды. Адам алейхиссалам жәннатта жүр, жанында Хауа анамыз жүр. Шайтан сәжде етпеген үшін жәннаттан қуылған. Адам алейхиссалам да жемісті жеме деген үшін жәннаттан қуылды. Арада разница бар. Айырмашылық қандай? Шайтан Аллах тағаланың айтқанын істеді ме, істемеді ме? Сәжде қыл дегенде. Істеген жоқ. Жәннаттан қуылды, тозақы болды. Адам алейхиссалам Аллах тағаланың айтқанын істеді ме, істемеді ме? Істеген жоқ. Жәннаттан қуылды, бірақ тозақы болған жоқ. Арадағы ерекшелік не? Бұл ерекшелік өте жіңішке бір ерекшелік. Қалай сонда? Шайтан лайын өзінің жеке пікірімен, өзінің білімімен,
өзінің жеке санасымен мен бұны істемеймін деп айтты. Яғни Аллах тағаланың ашықтан ашық бір әміріне қарсы келді. Діннен шығып кетті. Тозақы болды. Жәннаттан қуылды. Адам алейхиссалам ше. Ол қалап тұрған жоқ, бірақ шайтан азғырды. Шайтан азғырған үшін, бірақ Аллах тағалаға қарсы келген үшін жәннаттан қуылды. Бірақ тозақы болған жоқ. Бізде де осы мәселе болады. Біз Аллах тағалаға сенсек, бірақ үлкен күнә істеп қойсақ, немесе кіші күнә істеп қойсақ, бұл күнәміздің азабын көрмегенше жәннатқа кірмейміз. Ал егер әдейі намаз парыз болып тұрса да, парыз екенін білсек те, парыздың қандай ұғым екенін біліп тұр, намаз оқымасақ біздің соңымыз не екен? Алла сақтасын. Айтуға адам қорқады. Тозақ болып қалады. Осы мәселелер үшін қадірлі жамағат, бірінші біздің жүрегімізде және амалымызда Аллах тағаланың разылығы болуы керек. Рия деген нәрсе болмауы керек. Ал рия деген нәрсені құртудың жалғыз мақсаты не екен? Иманды күшейту, Аллах тағаланың разы болатын амалдарын тұрақты түрде істеп тұру. Және де жаман көретін амалдарынан ұзақ тұру. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.